Барлығына сәлем достар, мен Нияз. Бүгін біз Free Fire деген ойынды ойнаймыз. Лайк басып каналға тіркеліңіз. Лайк бассаңыз күшті качок боласыз. Лайк баспасаңыз мен оны уже білмеймін. Каналға тіркелсеңіз, сіздерде күнде 5 аласыз сабақтан. Карантин біткен соң. Учитель вызвал папу, но я папе не скажу. Моя мама говорила, дети поголовно врут. Не проспи уроки завтра, ведь русский первой парой. Достар, біз самолетта тұрып пикке барайық деп өтейін деп қалдым. Прячу ручку я в рюкзак. Прогулял уроки в школе ровно 5 минут назад. Рукожоп. Достар, не хат шеберик. Ну, қаяқ кем білмеймін. Сосын шеберик. Ферма ұқсайтын, достар. Я был дома ровно 5 минут назад. Ровно 5 минут назад. Достар, МП-40 болдым. Где-то 5 минут назад первый урок я прогулял. Достар, мен ойналған рейтинг. Рейтингді ойнаймын. 5 минут назад он был один, теперь нас двое. Бір набор шықты, сол наборды мен жинап жүрмін. Сол наборға. Футболку казинак, скинул сменку в гардеробе ровно 5 минут назад. Сплю с открытыми глазами, у меня завтра контроль. Көп рейтинг ойнасаң, және сол набор бесплатно береді. Ал көп рейтинг ойнамасаң, саған тым бермейді. Тек қана сен гүл сондай нәрселер түсінуің керек, адамды өлтірген соң және сондай гүлдер шығады. Адамнан бір адамда бір гүл, екі гүл, бәлсін екі гүл шығуы мүмкін, екеуі де басқа бір гүл шығуы мүмкін. Сондай. Короче, удачи. Удачливый болу керек. Менде почти бар скиндар навсегда. Менде скиндар бар. Бірақ аз. Зато менде скилл бар. Бірақ тоже аз. Достар, біз не қақырдық па? Не қақырдық па? Не қақырдық. Яқтыдым жоқ, Достар, біз қайда екенімізді айтқым тұрған жоқпын. В жопе. Мы в жопе. Крипером. Мы в 5-й точке крипером. Почему неге мен солай айтқан жоқпын? Не важно. Достар, мен уже 3 минут түсіріп жатырмын. Мен бір ролигімді 15 минут түсірдім. 5 минут назад нам заходил директор. Он видел нас без формы, это просто мерзость. 5 минут назад как судьи. Достар, бәрі жерде МП-40. 5 минут назад я купил новый. Наконец-то адам таптым, достар. Всего 5 минут спустя. Сол адамдарды енді өлтіріп көрейін. Бірақ өзінде Потому иду я в школу без улыбки на губах. И учитель вызвал папу, но я папе не скажу. Бірақ өзінде өліп қалуы мүмкін деп айтып жатқанмын. Там жүрдім. Уроки завтра, ведь русский первой парой. Не прошло 5 минут, закрыл домашку. Достар, пока что мен адамды көрмей тұрмын. Бірақ аяқтағы адам көрдім жақын. Жаңағына достар, мен адамды көрмей кетсем, маған комментарияға жазып айтыңызшы, өйткені мен өзім біле алмаймын. Достар, аяқтан өтіп өтейік. Тағы шаржерім мені.
Мен бұны алғым келіп тұрған жоқпын. Достар, қайтып бастап жатырмын. Енді бір нәрсе өтіп кетті, сол үшін видеода мен әлі түсіре алмай қалдым. Яқта бір адам болған еді. Сол адамды күтіп жүрген едім, бірақ ол қашып кетті. Жоқ. 5 минут назад он был Так, один, теперь достар. нас двое. Те, кто не был на уроке, получили энки 5 минут назад. Прикупил компот столовый, пиццу, булку, казинак, скинул смерть. Достар, мына адам походу На 5 минут назад. кетіп қалды, әлде өліп қалды. У меня завтра контролка, беру книгу, там Паскаль. Ни гудка от дежавю, это было ровно 5 минут назад. Достар, қайтып айтайын, лайк басып тіркеліңіз. Лайк деген палец вверх болады. Подписка деген қызыл мен подписка деп жазып тұрады. Сол екеуін басыңыздар. Не признал. Я молчу про твой класс, это было словно сотню лет назад. Сол кезде ғана сіздер качок болып, күнде 5 аласыздар. Карантин біткен соң. Это был на свете ровно 5 минут назад. Достар, мен кішкене орысша сөйлей берем, өйткені мен орысша қатты білем, қазақша 5 минут назад, ровно 5 минут назад. қатты Учитесь с слабенько. миром. 5 минут назад. Я, мен қазақ мектепте оқимын, бірақ мен орысша күшті білем. Мақта біре болған, достар. Бірақ ода оружие күшіне болды. Достар, мақтардан көрдім мен жаңағына. Достар, жемейін, достар. Достар, ол тастадық. Достар, яқ тағы да біреу жүр. Достар, жемейін. Біреу жүргенін білем. Мен. 5 минут назад нам заходил директор. Достарым қайда кетіп қалды? Без формы, это просто Сізде көрініс қой, яқта? 5 минут назад, как Бір адам судья жүрген. сидят версии. 5 минут назад я купил новый персик. Всего 5 минут спустя видишь, все стоят в столовке прямо на моих костях. Тот фруктовый, что купила 5 минут уж как косяк, потому иду я в школу без улыбки на губах. И учитель вызвал папу, но я папе не скажу. Моя мама говорила, дети поголовно врут. Не пройти уроки завтра, ведь русский первый. Әлде мынау адам қашып кетті? Не прошло 5 минут, закрыл домаш. Сізде ол жақта отыр. Ведь мне не пофиг на оценки. Достар, мен тупой екенмін. Прячу ручку я в рюкзак. Прогулял уроки в школе ровно 5 минут. Достар, осымен роликті бітіреміз. Лайк басып, мындай лайк деген. Мен жаңа осы блогыға лайк қойдым сондай. Лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Пока!